Қайырлы күн, ардақты ағайын. Эфирде кітап қазына хабар. Осыдан 90 жыл бұрын 1935 жылы Қазақстанның сонау батыс өңірінде Батыс Қазақстан облысының Жымпиты деген ауылында қазақтың данышпан ақыны, қазақтың қадірі атанған керемет өнер иесі, талант иесі Қадыр Мырзалиев дүниеге келген екен. Осындай бір қыстың қақаған аязында 5 қаңтарда дүниеге келіпті. Сол салқындық өмір бойы өзімен бірге жүрген сияқты көрінеді кейде. Өйткені Қадыр ағамыз 1941 жылы соғыстың алғашқы басталған жылында 1-ші сыныпқа мектепке барған екен. Әкесі соғыста қаза болған, жалғыз шешесі ауыр тұрмыс кешкен шындығында. Өйткені бір естелігінде өзі жұрттың балалары жылы үйден әке-шешесінің қойнынан шығып мектепке шығып келе жатқанда мен қорадан шығып келе жатқан кездерімде болған деп еске алады. Сол себепті тіпті жалғыз шешесі де ауылда қалып, оған көбінесе сол барып келуі де сирек болса керек. Кейін анасы қаза тапқанда қойған құлпытасындағы жазудың өзі адамның сай-сүйегін сырқырататындай сөздер. Жаңағы анасының аты сосын туған жылы мен қайтқан жылы жазылғаннан кейін астында бір шумақ өлең тұр. Онысы бала болып қызық көрмеген, байдан да қызық көрмеген, баладан қызық көрмеген, қайдан да қызық көрмеген бір пенде жатыр бұл жерде деген бір ауыз сөз. Осы сөзіңіз ауыр емес пе депті Ақштап Бақтыгереева қарындасы. Сонда бұл шындыққа айналайын деген екен. Осындай қашанда тауып сөйлейтін, қашанда шындықты айтатын Қадыр ағамыз артына 16 том шығармалар жинағын қалдырған. Осындай жетімдік көріп өскен Қадыр ағамыз өмір бойы халқына қызмет істесем, керемет шығармалар қалдырсам, шығармалар берсем деген арманда сондай ойда болған. Сол ойынан ешқашан таймаған. Алматыға барып оқуға түсіп, студент кезінен ақ көзге түсіп, ақындығымен, білімдарлығымен, көп оқитындығымен сол кезден ақ жолдастарының арасында ерекшеленген азамат. Одан кейін балалар әдебиетіне көп жазып, сөйтіп шыңдала келе қазаққа танымал үлкен ақынға айналды. Қадыр Мырзалиевтің бір ерекшелігі, ол кісі жоғарыда айтқанымыздай өте еңбекқор, көп оқитын, ізденімпаз, уақытын аса тиімді пайдаланатын, уақыттың қадірін аса білетін бір керемет адам болды. Сонысымен көпке үлгі болды. Тағы бір айтатынымыз, Қадыр Мырзалиев 2008 жылы Көкшетау қаласына келді. Сонда жасы ұлғайған шағы, сонда бір айтқаны, менің үйде керемет үлкен кітапханам бар. Сол кітапханамда түрлі жаңағы сирек кездесетін кітаптар бар. Сол кітаптардың ішінде мен оқыған жерлерімдегі жаңағы қызық тұстарын, керек тұстарын астын сызып оқитынмын. Ең болмаса оқырман сол менің астын сызған жерлерімді оқыса, соның өзінде қандай керемет мәліметтер алар еді деген өкінішін айтты. Өйткені менің сол кітапханамды ешкім алмай жатыр. Не кітапхана алмайды, не басқалар алмайды деп. Бірақ әйтеуір сол арманы жүзеге асып, кейін өзінің жерлестері оралдықтар ол кісінің кітапханасын түгел алып, Орал қаласынан ескерткішін қойып, оның жанынан орталық салып, сол орталыққа Қадыр Мырзалиевтің кітапханасын түгел сол күйінде көшіріп апарып қойды. Бұл бір үлкен олжа, үлкен бір ұлағат. Енді Қадыр Мырзалиевтің поэзиясы негізінен ақыл айтуға, дидактикалық тұрғыда ақылды өлеңге құрылған поэзия. Қазақ оны қадірледі. Қазақ Қадырдың қанатты сөздерін, сол өлең жолдарындағы айтылған ұшқыр ойларын мақал ретінде пайдаланып, күнделікті өмірінде пайдаланып жүр. Тағы бір қызық ерекшелігі, Қадыр Мырзалиев қазақтың бәрі айтып жүрген керемет әндердің мәтіндерін жазды. Оның қатарында мәселен кезінде қазақта бір керемет өзгешілік болған, сенсация болған кезінде Қыз жібек фильмі түсірілгенде
Нұрғиса Тілендиевтің жазған Ақжайық өлеңіне, әніне сөз жазды. Мен сені сағындым ғой Ақжайығым деп келетін ән, сөз сол Қадыр Мырзалиевтікі. Одан кейін Атамекен Ескендір Хасанғалиевтің, одан кейін тағы да Нұрғиса Тілендиевтің Асыл әжем, одан кейін Шәмшінің Сыған серенадасы сияқты атақты өлеңдерге мәтін жазды. Енді Қадыр Мырзалиевтің шығармалары 16 томға біріктіріліп, 16 томға жинақталған. Осындай мұра қалған артына сол 16 томның өзін шығарғанның өзінде бұл кісі мұқияттық жасағанын айтады. Өйткені сол 16 томның ішінен де енген өлеңдердің артықтарын, өзіне ұнамаған, осының кішкене бір кінәраты бар деген өлеңдерінің бәрін алып тастапты. Сонда бұл 16 томдық таңдамалы шығармалар болып аталады. Қадыр Мырзалиевтің шын мәнісінде енді сол қай өлеңі, қай шығармасы болмасын ұлағат қой. Одан кейін тағы бір істеп кеткен шаруасы иірім және жазмыш деген эсселер, естеліктер жинағын жазды. Бұл да бір бұрын болмаған ерекше жанрда жазылған дүние болып, кезінде жұртты елең еткізді оқырманын. Оның ішінде де қазақ халқы алатын адамның мінез құлқы, өмірі, адамдарының шығармашылығы мен өзінің жеке өмірдегі ерекшеліктері сияқты көптеген бір ғажап нәрселерді жазды. Сондықтан қадірлі көрермен, биыл Қадыр ағамыздың туғанына 90 жыл. Ол кісінің шығармаларын тағы бір рет қолға алып, тағы да оқып, ұрпаққа таныстырып, осындай ізгі шаруамен айналысыңыздар, кітап оқыңыздар. Осымен кітап қазына хабарының кезекті көрсетілімін аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар, кітап оқып жүріңіздер.